Ағайын мен бауырлар, мен бүгін сендерге бір оқиғаны айтайын. Сендер оны ешқашан естіген емессіңдер. Мүмкін біреуін құлақтың ұшымен бірдеңе естіген шығар, бірақ мен жалғыз ғана білемін. Бұл не жағдай және қалай болды. Ертеде бір бұқа өмір сүріпті. Бұқа бұқадай, жазда хош иісті шалғынында жайылып, суарылатын жерлерге барып, ұйықтап, тынығатын. Жақсы өмір сүріп, ештеңеге бас ауырмайтын. Бірақ күн суыта бастады. Бұқа қыстайтын жылы жер табуды жөн көрді. Бұқа келе жатып, бір жерге жүгіріп келе жатқан қошқарды кездестірді. «Не істеп жатырсың, қой?» сұрады одан бұқа. «Қыстан жас іздеп жүрмін», жауап берді оған қошқар. «Сонда менімен бірге жүршейші, жылы жер бірге іздейік», шақырды оны бұқа. «Барасың ба?» «Иә, барам», деді қошқар. Сөйтіп, олар әр қарай бірге кетті. Олар келе жатқанда, олардың назарларына жерді қазып жатқан қабан түсті. «Не істеп жатырсың, қабан?» сұрады бұқа. «Жазды іздеп жүрмін, көрмейсің бе?» деді қабан. «Жаман іздеп жүрсің», өзінше қосты қой. «Сен, қабан, бізбен кеттік, бірге қауіпсіз», деді бұқа. Сонымен олар әр қарай үшеуі жылжыды. Келе жатыр үшеуі, келе жатыр. Бір кезде олардың алдынан әбден тоңып кеткен атеш кездесті. Бүкіл денемен дірілдейді. Дір-дір-дір-дір, дір-дір-дір-дір. Осылай ол көктемге дейін шыдай алмайды, деді бұқа. «Біз оны өзімізбен бірге алып кетеміз». Сөйтіп, әтеш олармен бірге кетті. «Ай, ағайындар, мен не дегім келеді?» деді бұқа. «Ауа райы салқындап барады, үй салайық. Әйтпесе, біз қыста расында да тоңып қаламыз. Ал менің тоным жылы. Оның жүні қандай екенін көрдің бе? Мен бәрібір қыстан шығамын», айтты қошқар. «Ал мені алсаңдар, мен ешқандай аяздан қорқпаймын. Өзімді қарға көміп, үйсіз қыстаймын», айқайлады қабан. «Ал мен шыршаның ортасына отырып, бір қанатымды төсеп, екінші қанатымен жамыламын. Сонда ешқандай суық өтпейді. Сендер өздерің біліңдер, не істесеңдер, соны істеңдер. Ал мен үй саламын», деп бұқа жолын жалғастырды. Міне нағыз қыс келді. Қақаған аяз. Қойдың жүні көмектеспейді. Қатты боран, қабанның қары ұшып кетеді. Және орманда жыртқыштар бар. Әтеш қорқып жүр. Ал біздің бұқа өзіне үй салды. Қисық болса да жел соқпайды. Кенет есік қағылды. «Аға, жылынуға жіберші», деді қошқар. «Жоқ, қошқар, сенің тоның жылы, қыстан осылай да шығасың», оған жауап берді бұқа. «Ал егер мені ішке кіргізбесең», ашулана деді қошқар, «мен сенің үйінен бір бөренені қағып жіберемін. Саған суық болады», тоқтамай сөйледі қошқар. «Жарайды, кір, сені мен не істеймін?» деп қошқарды кіргізді. Бір кезде есік сықырлап, ішке қабан кірді. «Ағайындар,
Мен қатты тоңып қалдым. Кіруге рұқсат етіңдерші, сүйекті жылытайын, деді қабан. Жоқ қабан, сен қарға өз-өзін көміп, осылай қыстайсың, деп жауап берді оған бұқа. Егер сендер мені кіргізбесеңдер, мен үйлеріңді астынан тұмсығымен қазып тастаймын, ашуланды қабан. Бұқа өз үй үшін қорқып қабанға айтты. Жарайды қабан, кір, қонақ боласың, деді бұқа. Рахмет бұқа, мен сені өмір бойы еске аламын, қуанды қабан, және өзі тез үйге кіріп кетті. Кенет есік ашылды да босағада Әтеш тұр. Маған да рұқсат берші бұқа, жылынайын, жалынды Әтеш. Бұқа үй толып бара жатқанын көріп Әтешке айтты. Жоқ, мен сені кіргізбеймін. Сенің екі қанатың бар. Біреуіне жатасың, екіншісімен киінесің, солай қыстайсың. Ал солай болса, мен онда аламын да шатырға ұшып, төбедегі барлық жерді астына түсіріп тастаймын. Сен өкінесің сонда, деді Әтеш. Жарайды, сен де кірші, қолын сілтеп айтты бұқа. Біздің достар тар болса да, әйтеуір үйтіп-бүйтіп осы үйде жайғасты. Және қызық болсын деп ән шырқай бастады. Бірге тұрған қалай жақсы, бірге тұрған қалай жылы. Дәл сол уақытта түлкі үйдің жанынан жүгіріп өтіп, достарының қуанышты әндерін естіді. Ол терезеге жақындап, Әтешті көріп, ернін жалап, жаман жоспар ойлап тапты. Содан кейін тура қасқырға жүгірді. Орманды аралап, қасқырды бір бұрыштан тапты. Қасқыр сол мезгілде қарағайға тісін қайрап отыр екен. Сәлем қасқыр, енді аш болмайсың, деді түлкі. Мен саған орманда үлкен қабанды таптым, ал өзіме кішкентай құртымдай Әтеш қаны. Қайда олар, түлкі, тез барайық, және өзі жүгірді. Олар орманда жүгіріп кел жатқанда, оларға жаңғақ жинаватқан аю кездесті. Көзім көрмесін осы жағдайды. Орманның қожайыны жаңғақ жинап жатыр. Мен бір жерді білемін. Сонда сізге бір тұтас бұқа дайындалып тұр. Қасқырға қабан, алмаған жай құртымдай Әтеш қой. Ендіше біз мұнда неге отырмыз? Тезірек барайық, деді аю айқайлап. Олар бұқаның үйіне жақындағанда аю достарына айтады. Ілгері жүріңдер. Қасқыр бірден қорқып, бәрін түлкіге жапты. Бұл жерді түлкі тапты. Бірінші ол барсын, деді қасқыр сасқалақтап. Түлкі еш қиналмай былай деді. Сен аю бізден күштірек боласың. Сен алға қарай жүр. Біз бірдеңе болса осында тұрамыз. Аю басын қасып үй жаққа кетті. Осы кезде қошқар абайсызда терезеге қарап жыртқыштарды көріп қалды. Достарын шақырды. Достар сақтық танытып, әлгі шақырылмаған қонақтарды қарсы алуға дайындалды. Бұқа мен қабан есіктің қасына тұрды. Қошқар пештің артына тығылды, ал Әтеш шкафқа ұшып кетті. Аю
Есікті ашып, ішке кіргенде, бұқа бірден басына қапты кигізіп, қабан мен қошқар оны борсықтай бастады. Ал Әтеш, маған беріңдер оны, маған беріңдер оны, отқа қуырамын деп айқайлай бастады. Аю ештеңе түсінбей, қорқып кетті, үрейлене бастады, және ауырсынудан айқайлап жіберді. Сосын бұқа шегініп, дайындалып, мүйізбен бір ұрды да, бірден аю далаға ұшып кетті. Түлкі мен қасқыр аюдың үйден ұшып бара жатқанын көріп, әбден қорқып, тез қашып кетті. Ал аю олардың артынан жүгірді. Бұқаның үйінен бір шама алыс жерге қашып, жыртқыштарымыз демалып, тыныс алу үшін тоқтады. Тоқтағаннан кейін аю сөйледі. Не болды сұрамаңдар достар. Мен мұндай қорқынышты ешқашан кезген жоқпын. Мен үйге кірген кезде бірден қараңғы болып қалды. Біреу мені қабырғаға қысты. Бүкіл рота мені ұрып соғып, тепкілеп, шаншумен шаншып, денемде бос орын қалдырмады. Содан кейін олар мені көтерді де лақтырып жіберді. Құдай сақтады, тірі қалдым. Көктем келді. Бұқа, қошқар, қабан, Әтеш ескі үйлерін жөндеп, жақсы өмір сүре бастады. Және өз әндерін айтып жүрді. Бірге тұрған қалай жақсы, бірге тұрған қалай жылы. Қасқыр да, аю да, түлкі де олардың әнін естіп жүрді. Бірақ өздеріне тағы да қиындық әкелмеу үшін жақындауға қорықты.